Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен бауырсақтың ең үздік рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепті мен ұзақ іздедім. Бұған дейін ешбір бауырсақ мұндай жұмсақ, мұндай нәзік болып шықпап еді. Отбасыңыз, қонақтар да бәрі сүйсіне жейтін болады. Ал мені қолдау мақсатында міндетті түрде каналыма тіркеліп өтіңіз, достарыңызбен бөлісіңіз және лайк, пікір қалдыра кетіңіздер. Ендеше бастайық. Бізге қажет заттармен таныстыра өтейін. Бізге бір ас қасық қант қажет болады. Бөлме температурасындағы бір жұмыртқа, 2 ас қасық өсімдік майы, 2 ас қасық майонез керек болады, және де 1 шай қасық аштыққа қажет, яғни құрғақ дрожж. Міндетті түрде тұз қосамыз, 1 шай қасық көлемінде. Жылы сүт қосамыз, 250 мл көлемінде. Сүттің жылы болуы маңызды. Дәл солай 250 мл жылы су қажет. Електен өткізілген 700-750 грамм ұн қажет. Жоғары сұрып бидай ұны. Міне осы заттар арқылы сізде ең жұмсақ бауырсақ шығады. Алдымен үлкен ыдысымызға қант қосамыз. Сосын тұз саламыз. Аштықымызды қосамыз. Үстінен жұмыртқамызды жарып саламыз. Майонезімізді қосамыз. Енді жылы су мен жылы сүтімізді қосамыз. Салған заттарымызды бәрін араластырып шығамыз. Ешқандай түйіршік қалмауы қажет. Содан соң ситодан ұнымызды өткізіп қосамыз. Бұл өте маңызды, бауырсақтың ісініп, тығыз емес жұмсақ болуына әсер етеді. Ұнды електен өткізгенде арасында ауа пайда болады. Ұнның бәрін бірден салмаңыз, жай-жайдан қосыңыз. Ұнның мөлшерін міндетті түрде өлшеп алыңыз. Барынша қамырды тығыз етіп билемеуге тырысыңыздар. Қамыр қолыңызға жабыспау үшін ең соңында сұйық майды қосыңыз. Бауырсаққа ғана емес, кез келген қамыр илеген кезде соңынан сұйық май қосып жіберсеңіз, табағыңызға қамыр жабыспайтын болады. Иленген қамырдың бетін пищевой пленкамен жауып қоямын. Қамыр ашып көтерілген кезде ыдыстың қақпағына жабыспайтын болады. Үстіне қақпағын жауып бекітемін. Енді ыдысымызды жылы жерге қойып қою қажет. Сонда 1-2 сағат көлемінде ашып үлгереді. Немесе қамырыңызды түнде илеп қойсаңыз болады. Оны холодильникке салып қойсаңыз бір түнге, таңертең көтеріліп дайын тұрады. Жайып пісіріп алсаңыз болады. Менің қамырым 2 сағатта жылы жерде тұрып ашып көтерілді. Енді оны қолмен жай басып, жайып шығамын. Сосын оқтаудың көмегімен жұқа етіп жаямын. Қамырды жұқа етіп жаятын болсаңыз, шар тәрізді ісініп көтерілетін болады. Жұқа жайылған қамыр көтерілмей қалады деп ойламаңыздар. Керісінше ісініп, ішінде бос кеңістік болып, дөңгелек, жұмсақ, тығыз емес болып шығады. Қамырды жайып болған соң, өзіңіз қалаған формада кессеңіз болады. Ромб тәріздес, 4 бұрышты немесе домалақ етіп. Мен осындай жалпақ домалақ формамен кесіп шықтым. Сіздер де үйдегі бар затпен кесіп шықсаңыз болады. Босаған кукуруз банкысымен немесе кесемен домалақ формасын жасауға болады. Ал артылған қамырдың бәрін жинап, қайтадан суала етіп біріктіреміз. Бұл қамырды да жайып, бауырсақтарымызды кесіп алатын боламыз. Енді бауырсақтың бетін жауып қоямыз. Осылай кемінде жарты сағатқа қалдырыңыздар. Сонда бауырсақ тағы да көтерілетін болады. Содан соң табамызға майды молынан құйып қыздырып аламыз. Бауырсақтарды салып, бәрін пісіріп алатын боламыз. Майдың қатты қызып кетпеуін бақылаңыздар. Егер түтін шығып бастаса, онда ол май жарамсыз болып табылады. Бауырсақтарымыз дөңгелек болып көтеріледі. Бір беті толықтай қызарып болған соң ауыстырамыз. Екінші бетін аударып, қызартып қуырып аламыз. Бауырсақ қуырғанда маңыздысы майдың көп болуы, жақсы қызған болуы, орташадан жоғары отта пісірген жақсы. Егер жай отта қуырсаңыз, бауырсағыңыз қызармай, ақшыл түсті болып шығатын болады. Және керісінше қатты қызған майда қуыратын болсаңыз, бауырсағыңыз қап-қара болып пісетін болады. Егер қалың жайылған бауырсақ болса, тіпті ортасы піспей де қалуы мүмкін. Піскен бауырсағымызды майдан сүзіп алып, құрғақ салфетка үстіне орналастырамыз. Яғни артық майын тартып алу үшін. Міне біздің бауырсақтар дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сүт қатқан шай мен ыстық бауырсаққа не жетсін. Міндетті түрде осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Егер ұнаған болса, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Лайк, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.